Бүгін мен сіздермен өте пайдалы қарым-қатынас әдісімен бөліскім келеді. Төңкерілген пирамида формасындағы коммуникация әдісі. Сіздерде де осындай жағдайлар болды ма, білмеймін. Өзіңіз көп нәрсе айтсаңыз да, қарсы тарап ештеңе түсінбегендей болады. Немесе ұзақ мәтін жібересіз. Нәтижесінде қарсы тарап тек соңғы сөйлемге ғана жауап береді. Ол сіздің ой жеткізу тәсіліңізде мәселе бар екенін білдіруі мүмкін. Менің өзім де осындай қателікке бой алдырғанмын. Жұмысқа жаңа орналасқан кезімесінде бірде басшыға жобаның барысы туралы есеп бердім. Мен жобаның тарихынан бастап айттым. Командадағы жұмыс бөлінісінде туындаған қиындықтарды айттым. Шешу жолдары. Тура 10 минут бойы сөйледім. Нәтижесінде басшы сөзімді бірден бөліп жіберді. Сонымен қазіргі жағдай қандай өзі? Сол кезде қатты ыңғайсыз болды. Кейін ғана түсіндім. Кәсіби қарым-қатынастағы ең үлкен қателік кіріспенің тым ұзақ болуы. Неліктен біз мұндай қателіктер жібереміз? Оның негізгі үш себебі бар. Біріншісі, үйреншікті ойлау жүйесі. Әрқашан себеп салдарды егжей-тегжейлі түсіндіру керек деп ойлаймыз. Екіншісі, қарсы тарап түсінбей қалама деген уайым. Сондықтан ұсақ-түйекке дейін айтуға тырысамыз. Үшіншісі, өзгенің орнына өзін қойып ойламау. Қарсы тараптың зейіні шектеулі екенін ескермеу. Төңкерілген пирамида коммуникация әдісі дәл осы мәселені шешудің таптырмас құралы. Оның негізі қорытындыны алдымен айту. Ең маңызды ақпаратты ең бірінші орынға қою. Нақты қалай жасау керек? Мен сіздерге 3 қадамды түсіндіріп берейін. Бірінші қадам негізгі қорытындыны бір сөйлеммен айту. Мысалы, жаңмыза жобаны тапсыруды 3 күнге шегеру керек. Екінші қадам негізгі қолдаушы ақпаратты қосу. Мысалы, өйткені жеткізушілердің шикізаты кешігіп келді. Бұл үндіс қарқынына әсер етті. Үшінші қадам соңында ғана мән-жайды айту. Мысалы, бұл жеткізуші біз 5 жыл бойы жұмыс істеп келе жатқан серіктесіміз. Бұл жолы логистикаға даул әсер етті. Ол әдіс кәсіби ортада өте тиімді. Мен қазір басшыға есеп бергенде, әрқашан алдымен сізден қандай шешім қажет екенін айтамын. Немесе қазіргі уақытта қандай мәселе туындағанын айтамын. Содан кейін ғана егжей-тегжейлі түсіндіремін. Осылайша басшы бірден түсінеді. Негізгі түйін қайда екенін. Қарым-қатынас тиімділігі 2 еседен астан артты. Ол әдісті күнделікті өмірде де қолдануға болады. Мысалы, досыңызды асқа шақырғыңыз келсе, жақында ашылған хот-pot мейрамханасы туралы айтқанша, өнімдері өте балғын екенін естідім. Сорпаның 5 түрі бар екен. Ортасы да жақсы екен. Одан да тікелей былай айтыңыз. Сенбі күні кешкі сағат 6-да жаңадан ашылған хот-pot мейрамханасына бірге барамыз ба? Қарсы тарап бір қарағаннан ақ негізгі ақпаратты көре алады. Қағиданы есте сақтаңыз. Маңыздысы сіздің не айтқыңыз келгені емес, ал қарсы тараптың не естігісі келетіні. Қарсы тарапты ең көп қызықтыратын нәрсені бірінші орынға қойыңыз. Сонда ғана қарым-қатынас аз күшпен көп нәтиже береді. Сіздерде күнделікті өмірде осындай жағдайлар болды ма? Қарым-қатынас қиындаған кездер. Төңкерілген пирамида әдісін қолданып көріңіз. Нәтижесі сізді міндетті түрде таңғалдырады. Пікір қалдыру бөлімінде өз